Жеңістің 75 жылдығымен қатар даңқты қолбасшы, әскери қайраткер, жазушы, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Бауыржан Момышұлының туғанына 110 жыл. Назарларыңызға тілге жүйрік, сөзге шешен Хас батырдың қанатты сөздерін ұсынамыз. Елсіз ел болмайды, жұртсыз жет болмайды. Опасызда отан жоқ. Отан үшін отқа түскемейсің. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп, қызмет еткін. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила про цветного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Жылдар өтіп ғасырлар, келер ұрпақ ерліктің қабас ұрар, естен кетпес жеңіс күні, және де отан үшін жанын қиған асылдар. Туған елдің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін жанын қиған боздақтарымыз мәңгі есте сақтаймыз. Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман оралған қандастарымыздың алдында бас иеміз. Құрметті Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен тыл еңбеккерлері, ауыр күндердегі адал еңбектеріңіз бен белсенді азаматтық ұстанымдарыңыз үшін бас иіп алғыс білдіреміз. Сіздерге мықты денсаулық, бақыт, ұзақ ғұмыр тілеймін.